Интернеттегі қауіпсіздікті сақтаудың жолы. Интернет мектепте түрлі зерттеулер жүргізіп, үй тапсырмасын орындап, видео көріп, суреттеріңді бөлісіп, видео ойындар ойнау үшін таптырмас құрал. Әлемде миллиардтаған адам интернетті қолданады, және олардың бәрінің ниеті түзу деп айту қиын. Жеке ақпарат, суреттер мен видеоларыңды құпия дүние санасаң да, оларды интернетте таратасың ба? Интернетте толық құпия деген түсінік жоқ. Интернетке жеке өмірге қатысты артық ештеңені салмау керек, және бөтен адамдармен жеке ақпаратты бөліспеу керек деген ережені есте сақта. Егер қауіп төніп, өзіңді бірыңғайсыз сезінсең, дереу интернеттегі әңгімені тоқтат та, ата-анаңа немесе өзің сенетін басқа ересек үлкен адамға болған жайтты айтып бер. Өміріңде көрмеген, тек интернет арқылы танитын адамдармен кездесуден сақ бол. Өмірде олар мүлдем басқа адам болуы мүмкін. Интернетті қауіпсіз жолмен қолдануға арналған пайдалы кеңестер. Әлеуметтік желіде посттарыңды тек қана достарыңмен бөліс. Құпия сөзіңді ешқашан ешкімге айтушы болма. Танымайтын адамдардың күмәнді хаттарына жауап берме. Олардың хатын өшіріп, аккаунтын бұғаттап таста. Интернет көкжиегіңді кеңейту үшін керемет мүмкіндік. Тек сақтықта қорлық жоқ екенін естен шығарма.